Қош келдіңіздер студенттер және оқушылар. Бүгінгі ашық сабағымызды бастайық. Үйге берілген тапсырма ертегі және ертегінің түрлері болатын, иә? Үйге ертегі түрлерін қойып келу керек. Ал қай топ дайын екен? Біз жалпы ертегінің төрт түрі бар. Қиял-ғажайып ертегі, аңыз ертегі, балалар ертегісі және хайуанаттар ертегісі. Біздің қоян деп жатқан ертегіміз шалқан ертегісі, яғни ол балалар ертегісіне жатады. Кемпірім, мына шалқарымыз тым қатты өсіп кетіпті. Менің белім ауырып кетті. Көмектесші маған. Әрине көмектесейін. Қызым, бізге көмектеспейші. Мяу. Бір, екі. Тышқан, бізге көмектесші. Әрине көмектесші. Жұмырады деген жеңіп, жоқ жеңіп. Сабағымызды бастайық. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз мақал-мәтелдер және жұмбақтар. Мақал дегеніміз 90 ауыз сөздің тобықтай түйін ықшамдап түйіп бір нақышқа келтірілетін қазақи сөздер тобы болып табылады. Ал мәтел дегеніміз ауыспалы мағынада келетін бір ғана мағынаны емес, әртүрлі кейіпте қолданылатын сөздер жиыны болып табылады. Қаңбақтан дөңбекке дейтін болсақ, бұл бізде мәтел, ал қаңбақтан қашсаң дөңбекке жолғасын дейтін болсақ, бұл мәтелге жатады. Ал жұмбақ дегеніміз адамның сыни тұрғысынан ойлауын дамытатын және де оның қандай мақсатта пайдаланылатынын жұмбақ арқылы пайымдауымызға болады. Тапсырмалар күм жүйрік әдісі арқылы біз жаңа сабағымызды жетілдірсек. Абай ауылы патриоттық тәрбие туралы мақалдар айтады. Ыбырай ауылы экологиялық және дене тәрбиесі туралы мақал айтады. Шәкәрім ауылы адамгершілік тәрбиесі туралы мақал айтады. Ахмет ауылы отбасы тәрбиесі туралы мақал мәтелдер. Оның аты бар ма? Батаменен ел көгереді. Ел көгереді. Ағаш қалсын деген. Бізге берілген мақалдардың топтамасы отбасы туралы. Бірінші, отбасындағы ойран ойдағы елге жетпес. Отан қуат, отбасы шуақ. Отбасы ала болса кереге басым сайын бәле бар. Отбасының өнегесі, отан өнегесі. Отбасынан бас кетсе, қазаннан ас кетеді. Бізге берілген патриоттық тәрбие туралы мақалдар. Отан оттандас. Өзге елде отан болғанша өз еліңде сұлтан бол. Аққу көлін аңсайды, адам туған жерін аңсайды. Өз елім өлең төсең. Атам екен, анаң екен, қысылғанда панаң екен. Өз еліңде өрт шыққанда батыр. Ит тойған жерінде, ер туған жерінде. Туған елің болмаса, тумай-ақ қой күнмен ай. Туған жер тұғырың, туған ел қыдырың. Туған жердің қадірін шетте жүрсең білесің. Туған жерде жел болмас, туған елде ел болмас. Өтен жердің гүлінен өз жеріңнің тікен артық. Адамгершілік тәрбиесі туралы мақалдар. Адамгершілік болмай әділет болмас. Жақсы ниет жарым ырыс, кең болсаң кем болмайсың. Қол ашықтың жол ашық, игіліктің ерте кеш жоқ. Иілген басты қылыш кеспейді, сіз деген әдеп, біз деген көмек. Сегіз мақал.
экология және дене тәрбиесі туралы мақалма бердім. Шынықсаң шымыр боласың, денсаулығың жаны сау, бір тал кессең, 10 тал ек, жаңбырменен жер көгерер, батаменен ел көгерер, бұлақ көрсең көзін аш, спорт денсаулық кепілі, күркіреген бұлттың жаңбыры аз, адамның табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оны айтар тілі жоқ. Табиғат жер байлығы, батырлар ел байлығы. Миға ерген дене азбайды, миға ерген ел тозбайды. Қара жәшік әдісі. Әр топтан 2 студенттен келіп, қара жәшіктен жұмбақтар суырады. Сол жұмбақты студенттерге қояды, қай топ жұмбақтың жауабын табар, соған ұпай берілетін болады. Бұл топтан Маржан келеді. Ал тыңдаймыз. Орысша, қазақша, ағылшынша айтыңыз. Тек ана топқа ма? Барлығымыз қатысуға болады. 5 жігіт сапар шегіп шықты жолға, мінгені 5-інің жалғыз жолға. Бес жігіт сапар шегіп шықты жолға, мінгені 5-інің жалғыз жолға. Не екен? Атар бар? КамАЗ. Қалам. Ал енді соны орысша. Жұмбақтың жауабы қол және қалам, рука, ручка. Ағылшынша? Пен и пен. Іледе бар, жайықта жоқ, түйеде бар, балықта жоқ. Іледе бар, жайықта жоқ, түйеде бар, балықта жоқ. Жұмбақтың жауабы е әрпі. Ауырақ, бірақ түсер салмағы жоқ, артқанның арып кейіне қалғаны жоқ. Арқалап бірін қоймай көтергеннің аяғы еш уақытта талғаны жоқ. Жоқ. Арқалап бірін қоймай көтергеннің. Арқалап бірін қоймай көтергеннің ешқашан аяғы талғаны жоқ. Адам Мойын баста. Мойын басқаша қалай? жұмбақтың жауабы білім, орысшасы знание, ағылшыншасы Ағайынды бәрі шықса көк, түссе сары. күн мен ай. Жұмбақтың жауабы күн мен ай, солнце, луна, сан и мун. Білімнен мол сиясы, балғындардың ұясы. Жұмбақтың жауабы мектеп, орысша школа, ағылшынша су. Бір ат бар, бесең арам өзі жорға, саламын жорғалатып жолдан жолға. Найзамен қар үстіне суды құйып, ғажайып бір іс қылдым осы жорға. Жолға, я. Қар дегеніміз не? Жұмбақтың жауабы қағаз, орысшасы бумага. Керек санды тересің, ерге сәлем бересің. Жоқ. Калькулятор.
Телефон. Жұмбақтың жауабы ұялы телефон, орысшасы телефон. Жаңа сіздерге қағаз бердім ғой, соны былай қарай аударып қараңыз. Абай ауылы мақалға постер қорғау, мақал еңбек қуаныш, жалқаулық айырылмас дос. Шәкәрім ауылы мақалдың мағынасына қатысты дидактикалық ойын ұйымдастыру керек. Мақалы білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Ыбырай ауылы жұмбақ беріледі, сол жұмбақтың жауабын 5 жолды өлеңге салуы керек. Ахмет ауылы жұмбақ беріледі, сол жұмбақтың жауабын тауып, орысша, ағылшынша, қазақша айтулары керек. Біз Ахмет ауылы бізге берілген жұмбаққа жауабын 3 тілде айту. Ауырақ, бірақ түсер салмағы жоқ, артқалы арып келіп қалғаны жоқ, арқалып бірін қоймай көтергенің, аяғы еш уақытта талғамы жоқ. Жауабы білім, орысшасы знание, және ағылшыншасы education. 5 жолды өлең шығару керек. Бізге берген жұмбақ сандығым бар өзгеше, қолым алып жүремін, ішін ашып ақтарып өмір сырын білемін. Яғни жауабы кітап, жауапқа өлең шығару керек. Білімге толы барышы оқыған қарт пен жастарда, сусындатып білімін оқиды әркез қарттарда. Кітаптың түрі сан қырлы, іші толған білімге, кітаптың бар әр түрі білімге толы сан қырлы. Еңбек адам бойындағы ең жақсы қасиет, себебі еңбек жалқаулық сөзде қалмаған мағына береді. Бізге берілген тапсырма еңбек қуаныш, жалқаулық айырылмас азап тақырыбында постер қорғау. Адамды түтіп жейтін жалқаулық, еңбек етсең ерме тояды ғанын күнбе, еңбектің нанын тәтті, жалқаудың жанын тәтті. Және де еңбек адам бойындағы ең жақсы қасиет, себебі еңбек жалқаулық сөзіне қарама-қарсы мағына береді. Жалқаулық адам бойындағы жағымсыз сипат. Еңбек еткен керемет, бірақ жалқаулық әркімнің бойында болатын жаман қасиеттердің бірі. Ол адамның бойына кіріп алғаннан кейін одан шығу өте қиын, ең қиын дерттердің бірі. Жалқаулық адамды ең аздыратын бірден бір қасиеттердің бірі. Осы Абай атамыздың 7-ші қара сөзінде жалпы осы жалқаулық жайында, осы еріншек жайында айтылған. Еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу, еңбек етуге тәрбиелеу, еңбекке тәрбиелеу бұл адамдардың өзін жақсы ұстауы, өзін-өзі тәрбиелеуі. Бектив. Бүгін мен не білдім? Мен не үйрендім? Мақал мәтелі. Ойын ұйымдастыруды, жұмбақ шешімді үйрене білдік. Туды сіздерде. Жұмбақтар шешімдегі ғой? Білмеген жұмбақтарыңыз бар ма екен? Не қолыңыздан келді? Сіздерде өлең шығарыңыздар, жұмбаққа жауап беріңіздер, Сіздерде неше стикер? Сіздерде 8. 8 емес, 13. 9 бізде. Неше? 6. Ыбырай ауылы. 2-ші орынға ие болған Абай ауылы. 3-ші орынға ие болған Ахмет ауылы. 4-ші орынға ие болған үйге тапсырма. Қазақ тілінің электрондық оқулықтағы қазақ тілінің 3-ші және 2-ші сыныбындағы мақалға арналған өзінің тақырыпшасы бар. Соған сабақ жоспарын құрып келеміз.